Адамның көңілі қалған кезде оған бәрі бір болып қалады. Ештеңені түсінуді де, түсіндіруді де қаламайды. Адамнан адам бекер алыстамайды екен. Не тілмен, не тірлікпен, көңілге тиетін дүниенің салдарынан жақының жатқа, жат жақыныңа айналатын сәттер болады. Бәрінің уақытша екеніне сене білу керек. Қара бұлттың соңынан жадырап күн шығары сөзсіз. Кейбір адамдар бізді төмендетіп, сыртымыздан айта берсін. Ең бастысы, Алланың алдында дәрежеміз жоғары болсын. Өмір бізді ренжітпейді, ренжітетін адамдар. Өмір бізді күйдірмейді, күйдіретін адамдар. Көңіліміз қалып жатса, адамның оған бар ісі. Өмір жай ғана өтіп жатыр, өмірдің жоқ түк қатысы. Адамның көзі оның ішкі дүниесін көрсететін айна іспеттес. Сондықтан жанымыз ауырғанда жанарымызды ешкімге көрсетпей бұрып әкетуге тырысамыз. Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Ең сенімді адамды көргің келсе айнаға қара, себебі сен жылағанда ол күлмейді. Өкінбе жалғыз жүрмін деп, несіне өмір сүрдім деп, бәрінің де аты жалғыздық, келеді бәрі бір-бірлеп, кетеді бәрі бір-бірлеп. Өмір деген осы, бүгін бар ертең жоқсың, сен кетті екен деп, өмір өзен ағысын өзгертпейді. Бұл өмірді барлығы әділ дейді, мына тағдыр адамның жанын жейді. Тірісінде мақталған адам бар ма, тек қана өлген кезде қадірлейді. Өзіңді шаршатпа, көңілі толмайды бұл адамдардың. Үндемесең мылқау, сөйлесең дөрекі деп санайды олар. Қателердің мың түрін жасайды да, саған келгенде сенен мінсіздік іздейді. Мен жайлы не ойласаңыз да, ой сіздікі, өмір менікі. Өміріме өзгелердің ойы мен сөздеріне орын жоқ. Біреуге ұнауға міндетті емеспін. Қадіріңді білмейтін адамдар үшін босқа арпалыспаңыз. Оларды лайық адамдарына қалдырыңыз және артыңызға қарамаңыз. Кейде күліп қуанғым келеді, кейде ашумен жылағым келеді. Шерімді тарқатып, бар даусыммен Алладан көмек сұрағым келеді. Өмірде қатты қиналған кезде өзімді ұстап шыдағым келеді. Мен Алладан ештеңе сұрамаймын, себебі ол мен айтпасам да бәрін береді. Мен тек одан қателерім үшін кешірім сұраймын. Сөзге бола жұлыспа, ашуланба, ұрыспа, өз қатеңмен күресіп, өз өміріңді дұрыста. Ең алдымен өзіңе өзіңнің көңілің толатындай жүр, ал басқалардың пікірі ең соңғы орында тұра берсін. Кейде менің көп уақыт үндемеуім көңіл күйімнің жоқтығы емес. Маған негізі үнсіз жүрген көбірек ұнайды. Басыңа қайғы және жоқшылық келген кезде жаныңда екі досың болуы керек. Бірі шүкіршілік, екіншісі сабырлық. Аллах кейде ең әдемі есіктерді ашу үшін құлын тар есіктен өткізеді. Әр жағдайда айтпа, қадірсіз боласың. Барлығына сене берме, жолда қаласың. Әр құпияны ашпа, жалғыз қаласың. Барлығы сені ашуланып ұрсады деп ойлаған жерде сабыр сақта. Барлығы сені тізерлеп жылайды деп ойлаған жерде күлімде. Адамдарға ешқашан әлсіз түсіңді көрсетпе. Адам бір нәрсеге қолы жеткенше әрекет етеді. Қолына тигеннен соң бір жерге ысырып қояды. Шынайы құнын оны жоғалтқанда ғана түсінеді.
Көп нәрсеге көз жұмып пендеміз ғой деп кешірімді болған сайын кейбір жандар өзін періште сезініп, басынып, басыңа шығады екен. Менің бойымда жақсы да жаман да мінез бар. Жақсы адамға жақсымын, жаман адамға жаманмын. Сыйлағанды бір адамдай сыйлаймын, сый білмегенге жалынбаймын. Кейбір адамдар өзіне емес, өзгеге көп талап қойғыш, өзгелерді кінәлауға құмар болады. Шындығында біреуді кінәлаудан оңай нәрсе жоқ. Кінәмшілдік көп жолды бөгейді, қалыпты өмір сүруге кедергі келтіреді. Адамдар бір-біріне жылы сезімін білдіріп, тек жақсылық ойлау, игілік жасау арқылы мейірімділік таныта алады. Өз өмірін өзгерте алады. Өз өмірім өз қолыңда. Өмірде ең қымбат адам ол бір анадан шыққан бауырларың. Бірақ қатыгез тағдыр бір анадан шыққан бауырларды да бір-біріне бөтен қылып қойды. Бауырыңнан артық жанды таппайсың, бауырыңмен мақтанасың, мақтайсың. Бақыт байдың сарайында да, кедейдің лашығында да болады. Бақыт тек бағалай алғанның басында, қадірлей білгеннің қасында болады. Адамның бақытын ұрлайтын үш қақпан: өткенге өкіну, болашаққа алаңдау және бүгініне шүкіршілік етпеу. Адамдардың арасын бұзатын ауыр сөздер, аманатқа қиянат жасау, опасыздық және түсінбеушілік. Сабыр мен сенім біріксе, таусылмас өмір ғажабы. Адал бол, әркез адам бол, біткенше өмір парағы. Бас қатырар жайым жоқ өсекке мен, жай жүрсең де қалмайды өсек деген. Қызыл тілге сүйенген пендек емес, жаратқанның алдында есеп берем. Ақталмаймын және де ешкімге де, жазғыруға хақы жоқ ешкім мүлде. Періште емес бәрінде қателік бар, кемшіліксіз пенде жоқ жер бетінде. Ұнамаймын, ұнауға тырыспаймын, түрлік үшін жағынып жуыспаймын. Ей адамдар, түзегін өздеріңді, өз қатемді мен өзім дұрыстаймын. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнамызды қолдай отырыңыз. Қарағандарыңызға көп рахмет.